өткізілуде. Солардың бірі бүгінгі ашық диктант. Туғанына 180 жыл толды. Новое предложение, жаңа сөйлем, я буду говорить на казахском языке. Значит, это третий абзац. Аяқталды. Предложение завершено. Семей қаласынан 180 шақырым. Сіздерге сәттілік тілеймін. Желаю удачи. Әжесі еркелеткен. Анасының есімі Ұлжан. Төртінші. Ақындық жолға ол 10 жасында түсе бастайды. Бесінші. Абай көзі тірісінде 176-ға жуық өлең жазған. Бесінші жылы Семей қаласынан жыл ғана 59 жыл ғана ғұмыр кешкен. Ақындық жолға заманы ол ұлыс болып сайланады. 9-шы. Ахмет Байтұрсынұлы ең алғашқы абайтанушы. Абайдың шын есімі. Келесі сөйлем. Ашық диктант толық аяқталды.